Баршаңызға сәлем. Бүгін сізбеден өте дамды болып шығатын творожные шарики немесе творожные пончикиді жасайтын боламыз. Өте дамды, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен сүзбеміздің үстіне тұзымызды, ванилинімізді және де 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды қосатын боламыз. Және де 1 қасық манная крупамызды саламыз. Үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне ұнымызды қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шықты. Кейін қолымызды майлап аламыз және де кішкене бөліктерден алып, шар тәрізді дөңгелетіп ұнға аунататын боламыз. Қолымызға міндетті түрде сұйық май жағатын боламыз. Егер де сұйық май жақпасақ, шариктеріміз қолға жабысып дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Міне біздің творожные шариктеріміз дайын, өте дамды болып шығады. Және өз қалауларыңыз бойынша үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Сгущенканы да жақсаңыздар болады, өте дамды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразгүл.